Жоғары сот кеңесі жанындағы сот төрелігі академиясы тарапынан шығарылатын сот төрелігі академиясы хабаршысы ғылыми журналы заң саласындағы рецензияланатын ғылыми мерзімді басылым болып табылады. Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрінің 2025 жылғы 14 шілдедегі бұйрығына сәйкес журнал ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынған басылымдар тізбесіне енгізілген. Бұл онда жарияланған мақалалар ғылыми және академиялық қызмет үшін маңыздылығын айқындайды. Журнал уәкілетті мемлекеттік органда тіркелген, жылына 4 рет жарық көреді және оның электрондық нұсқасы академияның ресми сайтында орналастырылады. Жариялауға қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде мақалалар қабылданады. Қарауға заң ғылымның тақырыбына сәйкес келетін бұрын жарияланбаған түпнұсқа ғылыми мақалалар қабылданады. Ғылыми мақалаларды қабылдау және өңдеу материалдарды тапсырудың электрондық жүйесі арқылы ғана жүзеге асырылады. Бұл рәсімдердің ашықтығын, қараудың объективтілігін және барлық авторлар үшін тең жағдайды қамтамасыз етеді. Цифрлық жүйені пайдалану мақаламен жұмыс істеудің барлық кезеңдерін тапсырудан бастап редакциялық алқаның шешім қабылдауына дейін бақылауға мүмкіндік береді және академиялық әдеп пен ғылыми адалдық талаптарына сақталуын қамтамасыз етеді. Барлық материалдар міндетті түрде екі жақты жасын рецензиялаудан өтеді және академиялық адалдық талаптарына сәйкестігін тексеріледі. Сот төрелігі академиясының хабаршысы ғылыми журналда жарияланған барлық мақалалар халықаралық DOI цифрлық идентификаторы беріледі. Бұл олардың дұрыс дәйек сөзделуін, ғылыми сәйкестендіруін және халықаралық академиялық кеңістікке кіруін қамтамасыз етеді. Мақалаларды рәсімдеуге қойылатын толық талаптар мен материалдарды тапсыру тәртібі журналы ресми сайтында орналасқан. Редакция алқасы ғалымдар мен практиктерді ынтымақтастыққа шақырады және авторлардың Қазақстан Республикасына заң ғылымын дамытуға қосатын үлестерін жоғары бағалайды.